саламатсыздар ма? Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының бастауымен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жылдық болуына орай бізге бір ел бір кітап республикалық акциясы аясындағы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітаптың тізімін ұсынылған болатын. Қазіргі таңда бұл жерде жаңағы 30 кітап деп жатқан себебіміз мектеп кітапханаларында не болмаса кішігірім кітапханаларда бұл оқулықтар табылу өте қиын. Бұл оқулықты біз тек қана жаңағы үлкен кітапханалардан кездестіруге болады. Айта кетер болсам, Отырар кітапханасы, Пушкин кітапханасы, сондай үлкен ауқымды кітапханалардан табуға болады. Енді бізге бұл жерде Қазақстан Республикасының өзі қазір цифрлық Қазақстан деп қолға алынып жатыр, цифрлық дәуір деп айтылып жатыр. Соған байланысты электронный оқулықтар жүйеде қолда алынып жатыр. Бұл жерде маған қатты ұнап жатқаны QR-код арқылы оқулықтарды оқу. Маған ұнаған жері бұл жерде мысалға бір оқулық мектепте мысалға бір оқулық болатын болса, оған 10 адам оқулық келетін жағдайда тапшы болып қалуы мүмкін, жетпеушілік болуы мүмкін. Сол кезде барлық азаматтар, барлық келген адамдар, оқырмандар жалпы телефондарында QR-код болса сканерлеп ары қарай оқуларына болады. Егер де біздің мобиль телефондарымызда QR-код болмаған жағдайда біз Play Market'тен QR-кодты скачет етіп алуымыз қажет. Мен мына телефонға қазір QR-код скачет етіп алған. Мінекей сіздерге қазір көрсетейін. QR-кодты мінекей. Маған бұл жерде қатты ұнайтын оқулықтың бірі Марат Қабанбаевтың Жиһанкез титі. Мінекей QR-код жақындатсақ, телефонда камера осылай қосылады и веб-страницей. Мінекей, бұл жерде маған тағы бұның ішінде қатты ұнағаны екі түрде бар, оқылым және тыңдалым. Егер әр адам өзіне ыңғайлысын таңдауға болады, мысалға маған оқылым ұнайтын болса, оқылымды ашып, мінекей кәдімгі кітаптан ешқандай айырмашылық жоқ. Ашып, мінекей Жиһанкез титі, әңгіме бірінші тарау. Ары қарай мінекей бетті кәдімгі кітаптың бетін ауыстырған сияқты ауыстырып оқи берулеріңізге болады. Енді кейбір адамдарға мүмкін оқылымнан гөрі тыңдалым ұнауы мүмкін. Мінекей тыңдалымды ашып көрейік. Мінекей бұл жерде Марат Қабанбай, Жиһанкез титі, әңгіме, түн, көшеде ғана түн, ал пәтер іші күндізгідей жарық. Мінекей тыңдап тұрғандарыңыздай, естіп тұрғандарыңыздағыдай барлық осы жерде кітаптың ішінің барлығын оқылым ғып, тыңдалым ғып енгізген. Мінекей бұл жерде сіздерге ашып көрсетер болсам, мінекей 30 кітап енгізілген барлық QR-кодпен. Біздің мектепте кітапханада осы электронный оқулық, QR-кодпен оқулық жақсы қолға алынып жатыр. Мінекей барлық кітаптарды ашып көрсеңіздер болады. Жалпы барлықтарыңызды алдағы уақытта кітап оқуға шақырамын. Кітап білім бұлағы, білім өнер шырағы деп аталарымыз айтып кеткендей, барыңыз кітап оқиық.